Сәлем құрметті оқырман, берекелі асхана каналына қош келдіңіз. Бүгін біз творожный печенье жасайтын боламыз. Егер шай мен ішуге тәтті бірдеме жасағыңыз келсе, осы печеньені жасап көріңізге кеңес беремін. Құрамы өте бюджетный, аз ғана заттардан мол печенье дайын болады. Ендеше бірге жасап көрейік. Ең алдымен творогымызға қантымызды қосып араластырып аламыз. Творогтың маңызды емес, кез келген творог жарай береді, және майлылығы да маңызды емес. Творогымызға 2 ас қасық қантымызды қосамыз, жарты шай қасық ас содасын және 1 шымшым тұзды қосып, бөлме температурасында еріп тұрған сары майды қосып, барлығын араластырып аламыз. Сосын бұның үстіне ұнымызды аз-аздан қосып отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Оның мөлшері әртүрлі, себебі творогыңыздың сұйықтығына немесе құрғақтығына байланысты. Творогқа байланысты қанша ұн кететіні. Менде творогым сұйықтау болды. Маған 300 грамм көлемінде ұн кетті. Осылай қолымызбен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Осылай жұмыс істейтін орныңызға аздап ұн сеуіп, қамырымызды осылай домалатып отырып илеп аламыз. Өзі қамырға кішкене илеу берген соң, 5-10 минут көлемінде илеген соң, қамыр қолға жабыспайды. Ол дайын деген сөз. Міне көріп тұрғаныңыздай, жұмсақ қамыр дайын болды. Енді бұл қамырымызға салфан пакетімізді кигізіп, 40 минутқа холодильникке салып қоямыз. Кішкене қамырымызды мұздатып алуымыз керек. Енді аздап ұн сеуіп, осы қамырымызды тең 4 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлігімізді домалақтап қоя тұрамыз. Әр бір бөлігімізді сосын жұқартып, жайып шығуымыз керек. Аздап ұн сеуіп отырып, оқтауменен жұқа қамыр жайып аламыз. Не дәл осылай қамырымызды аса жұқа жайып жіберудің қажеті жоқ. Сосын 1 ас қасық қантымызды бетіне себелеп шығамыз. Келесі қамырымызды да жайып, жұқартып жайып, бетіне саламыз. Бұның да бетіне 1 ас қасық қантымызды сеуіп шығамыз. Барлық 4 бөлік қамырымызды да дәл осылай рет-ретімен қант сеуіп отырып, бір-бірінің үстіне қойып шығамыз. Төртінші бөлігін қойған кезімізде бетіне қантын молдау әдемірек
әдемілеп сеуіп шығамыз. Және шет-шетін біріктіріп, осылай кішкене дұрыстап, үстінен 1-2 жүргізіп, оқтауменен 1-2 жүргізіп аламыз. Қант сеуіп істегенге қанты көп болып кетті, аса тәтті болып қалады ма деп ойламаңыздар. Қатты тәтті болмайды, орташа әдемі болып шығады. Дайын қамырымызды өзіңіз қалаған формаға салып кесіп, 200 градуста 20-25 минут қызарғанша пісіріп аласыздар. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын.